Қырғызстанда 29 бабаны қаққан жүргізуші ұсталды. Қазірде бұл іс ұлттық қауіпсіздік мемлекеттің комитет басшысы Қамшыбек Ташиевтің де бақылауында. Зардап шеккендердің саны 25-тен 32 балаға дейін жетеді дейді Денсаулық сақтау министрлігінің айтуынша. Ауруханада қазір 9 баланың 4-еуі жан сақтау бөлімінде жатыр. Олардың жағдайы мүшкіл. Аурухана меңгерушісі Қыпшақбай Тоқтарбаевтың журналистерге мәлімдеуінше, зардап шеккендердің екеуінде бас ми жарақаты, біреуінде ашық бас сүйек ми жарақаты, бас сүйегінің түбінің сынығы, ал біреуінде қабырға асты сүйегінің экструзияланған сынығы бар. Көк бауыр жарылған, 2 бала ота жасалды. 3 мамыр күні таңертең Пәкістандағы қиыр солтүстігінде автобус жараға құлап 20 жолаушы қаза тапты. Ашқар Аль-Аваз басылымының хабары бойынша, тағы 21 адамның құтқарылып, ауруханаға жатқызылғанын айтады. Автобус Пәкістандағы Пенджвен провинциясының тау аймағында келе жатқан. Жергілікті билік өкілі Файзулла Фирак үкімет зардап шеккендердің барлығын эвакуациялау үшін дереу құтқару операциясын бастады. Қазіргі уақытта олар ауруханаға жатқызылды деп мәлімдеді. Басылымда айтылған шешімге сәйкес, мұндай адам өліміне әкелетін оқиғалар Пәкістандағы жол ережелерін дұрыс сақтамайтын және жолдардың жағдайы нашар ауылдық жерлеріне жиі орын алады. Қазіргі уақытта ол елде әлемдегі ең биік тау жоталары бар. Онда қоғамдық көліктер де тік жартастардың бойындағы тар жолдармен жүреді. Жұма күні Филиппиннің орталығында Лейте провинциясында 6 балдық жер сілкінісі болды. Бұл туралы Синьхуа агенттігі хабарлайды. Филиппин сейсмология институтының ақпараты бойынша жер сілкінісі жергілікті халықты 18-16-та жағалаудағы Дулак қаласының оңтүстік шығысқа қарай 32 шақырымдай жерде болған. Гипоцентр 8 км тереңдікке болған. Жерасты дүмпуі провинциялық басқа аймақтарында сезіледі. Филиппин Тынық мұхитының өрт сақинасы бойында орналасқандықтан елде сейсмикалық белсенді жоғары екені байқалады. Түркияның сауда министрлігі Газа секторының атысты тоқтауы мен аймаққа гуманитариялық көмекті кедергісіз жеткізу туралы хабарламада DV ақпарат агенттігі арқылы жариялады. Бұл кезде Түркия Израильдің Газа секторындағы әскери операциясын қарсы келісім алды. Түркия Израильға 54 санаттағы тауар экспортына шектеу қойды. Бұлар арасында болатын керосин, тыңайтқыш құрылыс жабдықтары және көліктерде бар. Бұған дейін Түркияның сауда министрлігі Газа секторында атысты тоқтатуына дейін сондай-ақ аймаққа гуманитариялық көмекті кедергісіз жеткізді талап еткенін хабарлап келгеніне байланысты Израильға экспорттауға шектеу қойылды. Израиль сыртқы істер министрі Исраиль Кац Түркияның алдын алға шешімін түрік халқы мен бизнес өкілдерінің мүдделерін елемеу, халықаралық сауда келісімдерін елемеу деп жазды. Оның айтуынша Израиль Түркиямен сауда-саттық дереу балама жасауға және жергілікті өндірісті ұлғайтуға кірісті. 4 мамыр сенбі күні Қазақстан аумағының басым бөлігінде атмосфералық фронттардың әсерінен құбылмалы тұрақсыз ауа райы сақталады. Найзағай жарқылап, жаңбыр жауады. Түнгі уақытта елдің шығысында жаңбырмен қоса қар түсуі мүмкін. Елдің оңтүстік шығысында ғана жауын жаумайды. Республика бойынша екпінді жел күшейді. Оңтүстікке дауыл, солтүстік пен батыс, солтүстік пен шығыста тұман түседі. Түнде батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде 3 градус үстік жүреді. Шығыс Қазақстан облысының шығысында 2 градус үстік тұрады. Солтүстік Қазақстан облысының шығысында топырақ бетінде 2 градус үстік болады. Маңғыстау облысының басым бөлігінде, Атырау облысының батысында, солтүстігінде шығысында, Қызылорда, Қарағанды облыстарының батысында, оңтүстігінде, орталығында, Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, Абай, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Ұлытау облысының шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі бар.